Бұл мен Нурик. Ал мынау Қазақстандағы ең бірінші жаңа буындағы Hyundai Palisade. Қазір бұл автомобиль жайлы тез айтып берем, бағасы соңында. Келбеті, көтені, дизайны түбегейлі өзгергенмен форм факторы сақталды. Palisade'тың Palisade екендігін алыстан аңғаруға болады. Үлкен күндізгі шамдары мен мұндалап тұр, ал бас оптика мұнда жасырылған. Алды қалай байсалды болса, артыда жүні қырқылған жұмыртқадай бір тегіс. Palisade минимализмді қолдайды. Бірақ бұл кәрістердің Robocop туындысы ренжіктің арзан көшірмесіне ұқсай ма, қалай өзі? Hyundai Atmo моторлармен қош айтысты. 3.5, 3.8-ді ұмытамыз. Palisade енді тек 2,5 литрлік гибрид қондырғымен немесе тек турбо үдеткішті мотормен сатылады. Көп жұлдызды 21 дюймді дисклер, оған қапталған Pirelli Palisade'тың текті отбасыдан шыққанын аңғартады. 12-де 3 дюймді саймандар панелімен мультимедиа дисплейі және де Bose аудио жүйесі. Ортадағы ыңғайсыз қорап батырмалары қош бол. Енді қорап селекторы рөл бағанының артына жасырылған және де оның бетінде push start батырмасы бар. Жаңа рөл дизайны, жалпы эргономика жағынан жаңа Palisade маған қатты ұнады. Жоғарғы жиынтық каллиграфи, төбеңізде екіленген люк, артқы оттоман орындықтар және де массаж функциясы бар. Крузак мінуге қарның жетпесе Palisade ал бауырым, құны 43 миллион 500 мың теңге. Ресми емес әрине, сұр дилерде табылады. Толық шолу түсіреміз бе? Пікірге жаз.